Сәлем, каналымға қош келдіңіздер. Алдымен каналымға тіркеліп, менімен бірге болыңыздар. Бүгін сіздермен түрк кофесінің дайындалу жолын түсіндіретін боламын. Мен бүгін 2 адамға түрк кофесі дайындаймын. Сол үшін Kuru Kahveci Mehmet Efendi нағыз түрк кофесі осыны қолданамын. Bir адамға 2 шай қасық кофе салынады, яғни мен 2 адамға 4 шай қасық кофе салатын боламын. Шекерді де дәл солай, әр адамға 2 шай қасықтан шекер салынады. Түрк кофесі ащылау, өткір кофе болғандықтан шекермен ішілгені дұрыс. Қайсы ыдыспен кофені ішетін болсаңыз, сумен өлшеп су құйылады. Мен осы ыдыспен ішетін болғандықтан, осы ыдыспен 2 адамға 2 стакан су құямын. Отқа қоймас бұрын кофемізді шекері, кофесі сумен бірігу үшін араластырып аламыз. Орташа отқа газге қоямыз. Газге қойылғаннан кейін кофені араластыруға болмайды. Астын бәсеңдетіп 7-8 минут өздігінен піседі. Кофеңіз осылай көпіршіктеніп көтерілсе, демек сіздің кофеңіз ойдағыдай шықты. Көтерілген кезде отты бірден өшіріп қоймаймыз, күтеміз. Көпіргі әбден шыққан кезде, таса бастаған кезде кофемізді оттан аламыз. Түрк кофесінің денсаулыққа деген пайдасы мол. Күніне 1 стакан кофе адам ағзасына қажетті. Әрине, түрк кофесінің алдында тәттімен ішіледі. Иісінің өзі керемет. Ас болсын.